балам да бірінші группа инвалид, ДЦП, аутизм, үшінші не дейді ғой, умственный отсталый. Сол үйде шешім тастап, шифонердің бәрін жеп алады. Операция жасайтын балам. Не істейтін еді? Нелер ішін бәрін жеп. Қалай кеміреді дей ма? Ағашты кеміріп тастайтын еді. Жейміз, бірақ та соны жақсы көреді да. Ана сындырып не істеген жақсы көреді. Осы байқадым соңғы мезгілде осы спирулинадан оның түсінігі көбейіп жатыр. Вообще да, вот иә, түсінігі көбейіп жатыр, иә. Бұрынғы істемеген заттарын істеп жүреді да, істеп бастады. Жаңағы уже комнатына кірмейді, мен қайда жұмыс жасап жатамын, сол жерге барып отырады. Мен негізі өзім сурет саламын ғой, стенаға, художник-декористпін. Үйге павлиннің суретін салып жатыр. Соны краскілегенде, құмдарын краскілегенде соны қарап отырып. Ал енді бұрынғыдай жаңағы немерем келгенде де өзім комнатына кіріп алып неше түрлі істейтін еді. Қазір ондай шифонерді сындырмайды, соған таңғалып жүрмін. Сосын жаңағы өзінің киімін танитын болды. Күннен күнге өшім. Қазір балаңыз неше жаста? 20-да. 20-да. Осыған дейін өзінің дегенін жасап не істеп жүрді. Қазір сосын ұйқысы дұрыстау, сосын түнде бұтына сеп қоятыны бар еді. Енді Құдай бұйырса, витамин А+, Б+ бергім келеді. Мүмкін тілі шығып кетеді деп ойлаймын да. Бірақ қазір тілі жоқ, бірақ барлық зат түсінеді. То есть уже жаңағыдай қаншама сіз бап берсеңіз кешкісін туалетке сеп қояды, бұтына сеп қоятын еді ғой. Сосын мен сеп қоймасын деп тосатын едім да. Түнгі сағат 2-де үйге алмайтын едім. Кейде 3-те тұрамын, кейде 4-те тұрамын түнде да. Ал қазір қай уақытта тұрсам да, сүйрауына тосам, қай уақытта тұрсам да, тосам, бірақ та қазір бұтына сеп қоймайды кешкісін. То есть мына именно қаншама сіз баттарды қолдансаңыз да, басқа результат көрген жоқ. Самое главное, именно осы Мейн Хелскоп компаниясының продукциясын көріпсіз да? Спирулинадан уже сиюін қойып жатыр. Жеп қуаныштымыз.